Ассаламу алейкум, бауырлар. Бүгін мен Аллахның қалауыменен бір жаназа намазына қатыстым. Өмірден өткен әйел кісі екен. Имам бауырымыз, Алла разы болсын, жаназа намазын жақсы өткізді. Насихат айтты, өте керемет болды. Сол жаназа оқылып болғаннан кейін табытта жатқан мәйіт кісі, әйел кісі екен. Соны көтеріп, өзім де көтерістім. Сөйтіп, иыққа салып, апарып автобусқа салдық. Сол уақытта әйел кісілер өте көп болды. Барлығы жылады. Біз ол жылауға қарсы емеспіз. Бірақ арада мынандай сөздерді естідім. Сосын жүрегім қатты ауырды. Сенің қатты сұлулығыңа да Алла Тағала қарамады ғой, алып кетті жаныңды деген сияқты сөздер айтып жатырды. Сосын жаңағы бір келіншек, әйел кісі жаңағы жерді оң аяғымен теуіп, сен бізді тастап ерте кеттің деген сияқты сөздерді айтып жылап жатыр. Біз жалпы мұсылман ретінде жылауға ешқашан қарсы болған емеспіз. Бұл қарсы да емеспіз. Бірақ пайғамбарымыздың үйреткен жолы, расымен де адам жақына өмірден өткен кезде жүрек қайғырады, көзімізден жас шығады. Бірақ тіліміз Алла разы болатын сөзді айта білу керек. Пайғамбарымыздың сізбен бізге үйреткен нәрсесі осы. Өйткені исламнан бұрын жахилия, яғни надандық дәуірінде адамдардың жақын өмірден өткен кезде дәл осылай жылайтын болған. Аллаға тіл тигізетін ауыр сөздерді айтып жылайтын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы жылауды тиді. Не үшін? Өйткені тағдыр деген нәрсе бар. Мәңгілік еш нәрсе жоқ жер бетінде. Мәңгілік тек қана Алла. Күллі жаратылыс бастауы бар, соңы бар. Сондықтан қадірлі ағайын, сол жерде үлкен кісілердің барлығы болды. Жаңағы орта жастағы үлкен ата әжелері болды, ағалар болды. Бірақ ешқайсысы үндемеді. Сондықтан мен сол жерде айтуға тура келді. Бұлай дұрыс емес, тіліміз жақсы нәрсені айтсын деп насихат кішігірім айттым. Бірақ енді маған үлкен ауыр сөздер айтты. Енді Алла Тағала баршамызды кешірсін. Сондықтан қадірлі бауырлар, осы нәрсені біз ұға білуіміз керек. Басымызға келген әрбір нәрсе, бір қиыншылыққа біз сабыр ете білуіміз керек. Басымызға келген бір қуанышқа шүкір ете білуіміз керек.